Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен небәрі бір жұмыртқадан осындай дәмді кекстер дайындайтын боламыз. Алдымен жұмыртқаны миксермен араластырып аламыз. Миксер болмаса, венчикпен араластыруға да болады. Жақсылап араластырып, үстіне 5 ас қасық қант қосамыз. 2-3 минуттай араластырамыз. Бұл кекстің барлық құрамын ас қасықпен өлшеп салатын боламыз. Есейдің қажеті болмайды. Қантымыз әбден еріп, араласқан соң үстіне 3 ас қасық сұйық май құйып, тағы да кішкене араластырамыз. Келесі 3 қасық сүтті құйып араластырып, үстіне 5 ас қасық ұн және 1 шай қасық қопсытқыш қосып араластырамыз. Қалауыңызша ванилин қоссаңыз болады. Қамырымыз осындай сұйық болып шығады. Енді осы қамырымызды арнайы кекс пісіруге арналған силиконды формаларға құямыз. Мен 2 қасықтан құйдым. Арасына қалауыңызша мейіз, шоколад қоссаңыз болады. Пешімізді алдын ала 170 градуста қыздырып аламыз. Кекстеріміз 170 градуста 20 минутта пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тез дайындалады. Сіздермен болған балауса, видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.